Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы мынау сәбіз. Мақсаты зейін қойып тыңдау, түсіну, қайталау, сөздерді есте сақтау. Жаңа сөздермен таныс болайық. Сәбіз, орамжапырақ, қызанақ, қияр, картоп. Қайталаймыз. Сәбіз, орамжапырақ, қызанақ, қияр, картоп. Жарайсыңдар балалар. Мынау сәбіз. Сәбіз сарғыш. Мынау орамжапырақ. Орамжапырақ жасыл. Мынау қызанақ. Қызанақ қызыл. Мынау қияр. Қияр жасыл. Мынау картоп. Картоп дәмді. Өте жақсы балалар. Тыңда, қайтала. Мынау анель. Анельде орамжапырақ бар. Мынау айжан. Айжанда қызанақ бар. Мынау Матвей. Матвейде сәбіз бар. Мынау Айзат. Айзатта қияр бар. Мынау Санжар. Санжарда картоп бар. Мұқият тыңдаймыз. Анельде орамжапырақ. Айжанда қызанақ. Матвейде сәбіз. Айзатта қияр. Санжарда картоп бар. Өте жақсы. Бұл кім? Жарайсыңдар. Айжанда не бар? Қызанақ бар. Бұл кім? Жарайсыңдар. Анельде не бар? Орамжапырақ бар. Бұл кім? Өте дұрыс. Айзатта не бар? Қияр бар. Бұл кім? Санжар. Санжарда не бар? Өте жақсы. Ал бұл кім? Матвейде не бар? Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Балалар, мұнда бәрі дұрыс па? Не дұрыс емес? Қарайықшы. Ағаштарға қараймыз. Не дұрыс емес? Иә, балалар, өте дұрыс айтасыңдар. Келесі тапсырма. Көкөністерді мынау кескіндердің арасына салайық. Мұнда қандай жеміс тұрады деп ойлайсыздар? Не тұрады мұнда? Мұнда қызанақ тұрады. Өте жақсы. Ал мұнда не тұрады? Дұрыс айтасыңдар. Ал мұнда не тұрады? Өте жақсы. Ал мұнда не тұрады? Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, тілімізді бір жақтықтырып алайық. Неше сәбіз санаймыз? Бәріміз бірге санаймыз. 1, 2,
Неше сәбіз болды? Дұрыс айтасыңдар. Ал балалар, неше қоян? Неше сәбіз? Кім жылдам санайды? Неше қоян? Дұрыс айтасыңдар. Неше сәбіз? Өте жақсы балалар. Ал балалар, мұнда неше сәбіз? 5 сәбіз ба? Жоқ, 4 ма? 3 ма? Иә балалар, өте дұрыс. Ал неше қызанақ? Жарайсыңдар. Кім тез санайды? Неше сәбіз? Неше қияр? Сәбіз көп пе? Қияр көп пе? Дұрыс айтасыңдар балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.